Одан алдын мен 4 сегмент туралы айтқан болатын. Бүгін горловой сегментке де жет. Тамақта неге зажим болады, неге блок болады? Мен көбінесе айта алмаған эмоциямда сөзім қалып қалды ма, қысылып қалдым ба, қорқып қалдым ба, ренжіп қалдым ба, тамағым ыстап қалады. А бұл физиологиялық түргіде танзилит, фарингит, ларингит деген ауруға келуі мүмкін. Эмоциялық түргіде бұл жерде подавленные проявление себя, то есть мен өз-өзімді басып тастадым. Даже біз кішкентай кезімізде балдарымызға айтамын, тыныш сөйлеме, аузыңды жап, бітті. Ода балада ертең горловой зажим болады. Себебі ол өзінің эмоциясын шығара алмайды. Мама ұрсады деген понятие қалып қалған, тамағында қалып қалады. А бұл қалай проявляция етеді? Бәсеңдеп кетуі мүмкін. Дауыс бәсеңдесе, осиплый голос дейді. Жай шығады, қорқып шығады. Себебі ол қатты сөйлеуге болмайды деген уже установка беріліп қойған. Тамақ не істеді? Зажим берді. Сыбырлап сөйлейді. Қатты сөйлеуге де қорқады. Себебі ол кісіге изначально был запрет. Ал екінші не болады? Танзилит болады, фарингит болады, ларингит болады. То есть тамақпен связаны аурулар болады. Одан қалса бұл подавленный бола берсе, даже қылтамаққа дейін әкелуі мүмкін. Қылтамақ деген ол онкология. Себебі маған запрет. Мен айтуға болмайды. Маған рұқсат жоқ. Мен өзіме рұқсат бере алмаймын деген кезде мына горловой зажим болады.